Ne жаққа тұра беріңіз. Рахымшыл дейін, енді рахмет, көп нәрседен рахметін айтып жүреді. Ақылды. Ақылды. Намысшыл. Айқын. Азамат. Уайымшыл. Намысшыл. Рахмет. Ары қарай. Мен ұлым аты Сұлтан. Сұлтан десе сымбатты, өте көрікті бала. Сұлтан жігіт, иә? Ұлы даланың ұлы баласы. Тамаша. Дауысы, лебізі өте жұмсақ. Сөзін тыңдай бергіңіз келеді. Өте танымды, бәр нәрсені танығысы келеді. Тиянақты, талапшыл. Бәрін білгісі келіп тұратын бала. Өте ақылды. Өзінің келешектегі арман. Мен 19 жаста не істейтінімді сіз елестете аласыз ба? Жоқ десе мен елестете аламын. Мен ол кезде университет оқып, математиктен сабақ беремін деп сөйледі. Математика мұғалімі боламын дейді, сабақта айтып отырады. Өте намысшыл. Өткенде боксқа күреске барады, ұтып қапты. Бармаймын енді болды депші. Намыстанып жүріп. Өте намысшыл бала. Рахмет, тамаша айттыңыз. Ары қарай. Қызым есімі Айзия. Ақылды, адалдым. Инабатты. Айзия зерек. Ибалы, икемді, әр нәрсені жасай беретін қыз. Тамаша. Үнемі мен, я деп алдыңғы қатарда жүреді. Мен деген уәжі жоғары, иә? Рахмет. Роза. Шынар. Танысқанымызға қуаныштымыз. Рахмет. Ал енді мына жерде қазір сұрақтар берген. Қарап берді. Осы жердегі сұрақтарды оқып, тез сұрақтарға жауап береміз. Есімге байланысты негізгі сұрақтар. Ал кім бастайды? Бастай берейік. Сіздің есіміңіз қандай мағына береді? Менің есімім Роза, гүл, жайқалу, құлпыру деген мағына береді. Сіз есіміңізді ауыстыруыңыз келмей ме? Ауыстырғым келмейді, өзімді қатты Есіміңіз өзіңізге тамаша. Маған қандай сұрақ қойды? Сіздің есіміңізді кім қойды дейді. Менің есімімді Ниса атам қойды. Әсел деген мағына. Тәтті болсын деген қойған екен. Рахмет. Сіз есіміңізді ауыстырғыңыз келмей ме? Ұнайды десеңші. Келесі жалғастыра беріңіздер. Сіз. Сіздің есіміңіз қандай мағынаны білдіреді? Менің есімім Баян, Баян деген қозыдай, Баян сұлудай сұлу болсын деп сондай. Сұлу болсын деп қойған екен. Менің атым Шынар. Шынар керек деген бай керек бол екен, қонаққа баянда соған сәйкес құлағымызды Шынар деп қойған екен. Сіздің есіміңіз өзіңізге ұнайды ма? Ұнайды? Әліпке еркелеп жүрсіңдер, еркелеп жүріңіз. Мен не айтарым білмеймін. Оқыңыз, көмектесеміз. Әр әркіне басылатын еді ма? Енді болмаса қате бір әркіне басылатын жақсы қасиетіңіз айтыңыз. Білмеймін, ақыл оны сияқтын деп бар. Деген бар, иә? Ақ көңіл, тамаша. Ағарай? Сіздің есіміңізді кім қойды дейді.
Менің әжем қойды өзімнің Айгерім деп. Айгерім деп. Иә, рахмет. Тамаша есім. Ары қарай. Сіздің есіміңізде аттас танымал адамды білесіз бе? Есіміңізді не біржан? Нариман. Аха. Аттас адам білмедім, енді танымал адам. Нариман деген, иә? Нариман деген неде әпкем оқыған екен. Район ауданда. Сонымен Сол кісі қойған ба? сол кісі әпкем қойған екен. Аха, енді атақты адамдарды іздеп жүріңіз өзіңізге аттас. Ойыңызда болсын, аха. Рахмет. Ал барлықтарыңызға көптен көп рахмет. Ары қарай жалғастырамыз.